Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай влажный шоколадты пирог дайындаймыз. Бұл пирогтың ерекшелігі үстіне сироп құйғандықтан жеген кезде сулы болып дәмі ерекше болады. Жұмыртқамызға қантымызды салып, кішкене ағарғанша миксерлаймыз. Міне осындай болған кезде миксерімізді тоқтатып, осының үстіне сұйық май құямыз, сүт құямыз, сөйтіп сразу осының үстіне какао ұнтағын саламыз. Мына жерде ұн мен разрыхлитель. Осыны салып, енді жайлап миксерді қоспай біраз араластырамыз. Содан кейін миксердің бірінші жылдамдығында массамыз біріккенше, біркелкі болғанша миксерлаймыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді осыны майланған ыдысымызға салып аламыз. Мен осы видеоның астында жаңағы описаниеге барлығын ыдыстың размерін, яғни ұзындығы мен ені жазып кетемін. Ол үшін видеоның жаңағы атауының жанындағы еще деген сөзді бассаңыздар, сол жерден толық құрамы шығады. Осы тестаны 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Мен жерде менде сүт, осының үстіне сұйық май құямыз. Содан кейін қант саламыз және какао ұнтағы. Осылардың барлығын араластырып, отқа қоямыз. Кәдімгі қатты отқа қоя беріңіздер, қатты жанатын. Главное, арасында астын жаңағы араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Желательно қайнайым дегенше тоқтамай араластырғанда дұрыс, чтобы күйіп, жабысып кетпес үшін. Бірақ негізі күймеу керек, өйткені бұның құрамында ұн жоқ. Міне осылай ысып, қайнаған кезде осылай қайнайды, сразу аламыз оттан. Болды, кішкене салқындауға қойып қоямыз. Пирогымыз пісті. Бұл пирогты піскеннен кейін осылай шығарып 10 минут қойып қоямыз. 10 минут қойғаннан кейін барып осылай бөліктерге бөлеміз, яғни кусоктарға. Кусоктарға бөліп болғаннан кейін осының үстіне соусын құямыз. Содан кейін соусымыз сіңгенше күтеміз. Яғни толық суы керек. Холодильникке қойсаңыздар тіпті жақсы. Сәл салқындағаннан кейін. 180 градус менің пешімде ыстық болды, өйткені пирогтың шеттері кішкене қатыңқырап қалған сияқты. Сондықтан 170-175 градуста пісірсеңіз де болады. Енді әдетте пирогты қай градуста пісірсеңіз, сол градуста пісірген дұрыс. Піскен кезде пирогтың менде жаңағы ортасы кішкене көтеріліп, шеттері пәстеу болды да. Сондықтан мен соустың бәрі шетіне кетіп қалды. Енді соны қасықпен ортасына қарай құйып, яғни ортасына да сіңуіне көмектесеміз. Пирогты вилкамен тесіп, соустың тезірек сіңуіне көмектесуге болады. Сонымен міне біздің пирог осылай болды. Енді осыны суға қойып қоямыз. Суығаннан кейін бетіне любой нәрсе сеуіп сәндейсіздер. Сонымен пирог дайын. Видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және рецепт көңілдеріңізден шыққан болса, сіздер де жасап көріңіздер.